Сәлем достар, Балқайма арнасына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін венская печеньесін жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа, шекер және үй температурасында ерітілген сармай немесе маргарин қосамыз. Әдемілеп бұлғап, араластырып, үстіне разрыхитель қосып, ұн саламыз. Қамырымыз әбден ұнды алғанша салып, әдемі осындай қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырды екіге бөліп алып, бір жартысын тоңазытқа шамалы қатырып қоямыз. Енді табанымызға пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды жайып, әдемілеп ортасына тесіңкіреп жіберіп, тесік салып жіберіп, бетіне варенье жағамыз. Мен смородина вареньесін жақтым, қара жидек вареньесін. Осылай жағып, бетіне жаңа холодильниктен шыққан қамырымызды осылай үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Әбден сеуіп шыққаннан кейін осындай әдемі бізде дайын болды. Егер менің осы видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген